Көп сұрап жатады, ұстаз, мен ешқандай ниетсіз дәрет алып қойдым, дәретім дұрыс па? Ұстаз, мынау мен ғұсылды ешқандай ниетсіз шомыла салдым, мен ғұсылым бар ма деген секілді да. Бұл дәретте, ғұсылда ниет шарт болмайды. Неге? Өйткені бұл дәрет пен ғұсыл бұл құлшылық емес та. Ал құлшылық емес болған амалдарға ниет шарт етілмейді. Мысалы үшін сіз барып бір бассейнге бір түсіп шықтыңыз, дәретіңіз бар. Егер ғұсылыңыз болмаса, шыққаннан кейін мұрныңызды аузыңызды шайдыңыз, болды, ғұсылыңыз бар. Мен ғұсылға ниет еттім, дәретке ниет еттім деген секілді ондай ниет шарт етілмейді. Ал енді әрбір айбада мақсуда деп қояды, Алла Тағала тарапынан ғибадат болып бекітілген құлшылықтар, сәйкесінше намаз, ораза, зекет, қажылық деген секілді, бұған міндетті түрде ниет болу керек. Енді ниет дегеніміз не десе, міндетті түрде тілмен айту керек па деген мәселеде жоқ. Тілмен айту бұл мұстахаб, кейбір сүннет деп айтады деген секілді. Жүрекпен болады. Ниеттің орны бұл жүрек міндетті түрде. Енді оразаға қалай ниет етеміз дейтін болса, өзінің арнайы уақыты бар. Таң намазы кіруден алдын ауызды бекітесің, жүйелі жақсылап ниет етесің, яки болмаса түнде ниет етіп қоя берсең де болады. Ниет мәселесінде көпшілігі ойлайды жаңағыдай, мен сәресіне тұрмасам, ниет етпеген болып есептелемін, ары қарай мен оразаны жалғастырып кете беремін ба деген секілді. Біріншіден, бұл сәресіне тұру міндетті іс емес. Сәресіне тұру бұл дұрыс. Yani сәресінде береке бар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сәресіне тұруға бізге тарғип қылған, шақырған деген секілді. Бірақ та бұл сәресіне тұрмасаң оразаң қабыл емес деген сөз емес та. Бастысы құптан уақытынан, шамнан кейін, күн батқаннан кейін ертең мен ораза ұстаймын деген ниет болса сенде, ой болса ойыңда, сонымен ұйықтап қалдың. Ұйықтадың, тұрсаң сағат 10-11 мысалы үшін. Бізде духадул кубра деп қояды, яғни бесін намазы кіруден алдын жарты сағат 40 минут қалғанға дейін ниет етіп үлгерсең болды. Ниет етіп үлгерсең болды, оразаң толық болып саналады. Яғни түннен бастап сол духадул кубра. Духадул кубрамыз қалай есептейміз? Таң намазы кіру мен шығу уақытын аламыз мысалы үшін. 1 сағат деп алайық. Осы 1 сағатты қақ ортасынан бөлеміз мысалы үшін, жарты сағат. Осы жарты сағатты аламыз да бесін уақыты кіруден алдыңғы уақытқа қоямыз. Мысалы үшін бесін сағат 12-де кірсе, демек 11:30-ға дейін не істеу керек? Ниет етіп қою керек. Бір жарты сағат 40 минут қалған кезде шамамен бесін уақытын қою керек. Міндетті түрде ол неге сәресіне тұру шарт емес. Бұл Рамазан айындағы 30 күндік осы оразаға жүре береді. Рамазанға қатысты бұл, Рамазанға қатысты. Рамазан. Неге? Өйткені Рамазан және нәпілге қатысты. Неге? Өйткені Рамазанның оразасын Алла Тағала тікелей тағайындағандықтан бұл жерде кішкене жеңілдік бар дейді ғалымдарымыз. Басқа ораза сыймайды. Сыймайды бұның ішіне. Ми'яр деп қояды. Тек қана Рамазан оразасы ғана сияды ішіне. Мысалы үшін сен нәпілге ниет етсең де, қаза оразаға ниет етсең де, қандай оразаға ниет етсең де, Рамазан оразасын ұстаған болып есептеле бересің. Нәпілде де жеңілдік болғандықтан тура осы Рамазан оразасы секілді сол бесін уақыты жарты сағат 40 минут қалғанға дейін ниет етіп қоя берсең болады.